оны күнге кешкі ақшам жүгірден кейін хабар жайлаймын саған. Аспандағы ай көрінді, айдың ішінен жолдар, таулар бұлай шығып жатты, осылай мындай болып шығып жатты айдан. Сосын және де ай осындай болып көрінді, және осындай болып көрінді. Сосын және де бір ай көрінді, айдың ішінде осындай жапырақ сияқты осындай белгі болды, және осындай болды. Сосын осы зікірде сыртқы өрістегі саусақтағы өрмекші жерге түсті. Иә, өрмекші ма кене сияқты бір нәрсе түсті. Содан кейін Құранда айтылады ғой, сәжденің ізі болады деген сияқты, адам көп дұғада болған адамда мына алақан арқылы мына маңдайға жалғанып тұрады екен, бір нұр болып жалғанып тұрады екен де, маңдай көзге оң әсері бар екен. Сол маңдай көз бір жағы сол сәжденің ізі дегенмен байланысы бар екен. Қол тазармай, маңдай көз ашылмайды деген пікір ғой. Алақан таза болу керек, маңдай көз ашылмайды. Бірақ әйел адам ашуланады, сондай неше түрлі қырсығады, сондай болған кезде қол уланады. Әйелдің ашуы, шайы орамал кеткенше дейді ғой. Сондай бір не болу керек та, бала сияқты әйелде бір періштелік болу керек. Бірақ қазіргінің сол жаңғы деп отырған біраз уақыт ашумен жүреді да, сосын қолы уланады. Қолы уланғаннан кейін сосын маңдай көзде сонда әсер етеді, нұр жоғалады. Дұға тілектер қабылданбайды. Алай нұр. Оның бәрі немен байланысты қазір? Осы ашу, қазір көп нәрсенің бар, мынау өкпешілдік, шик өкпелік. Бала кезінен өкпе піспен, Шәкәрім атамыздың шик өкпен піскен өкпе дегенде, қазір көбісі қалай шик өкпе да, әйелдер әсіресе шик өкпе. Бәр әйтеуір бола қалу керек, сәл нәрсе болса қылтимасы бар да, сонан пайда болады. Күйзелісте қазіргі әйелдердің асыл бөлігі неге көп? Осы сол мына осындай шик өкпеліктен. Көп жұмыс істеп, көп бейнет істеп, бұлай немен араласқан жаратылыспен оларда мықты болады. Ауылдың әйелдерінде оны үлкен бір қуатты сондай текті ауылдан өсетті бұнда. Бисмиллахиррахманиррахим. Қасым Қайсенов ата келді зікірге. Соғыста қыршын кеткен боздақтарға жиі дұға бағыштап тұрыңдар деген ақпарат келді. Қобыз үнімен дала жайқалар, қобыздың үнін шөп шықпайтын өңірлерде зікірмен қосып қойса, жері қуаттанып топырағын нәрленеді екен. Сосын көріністе арқасынан иығы, арқа жағынан көрдім, иығы қақпақтай сауыт киген батыр екен, аттың үстінде шауып келе жатты. Дәл жауырынның ортасында сауыттың үстінен X белгісі пайда болды. Жаңа қып-қызыл екен, қызып тұрған темір сияқты екен да. Содан оңға шалқайған бір жағы жоқ болып кететті. Жаңа X белгісінің сол жаққа шалқайып тұрған таяқшасы ғана қалады қызыл болып. Осындай көрініс болды. Белгі ғой енді ол шешім керек. Ол да бір тылсыммен байланысты қуаттар мағаланар. Кеш жарық Түктөй ата белгісімен 13 санымен келер кеңшілік деп келді. Сосын жіктелу, нығаю деген сөздер келді. Санмен құпиялар ашылар деп салды. Сосын бір перде ашылды деген сондай үн келді. Содан кейін әжелер отыр, бір кітап ашылды. Соны кітаптың ішінен басқаша бір таңбалармен сөз жүре бастады. Сонда маған санама салт, қуат, ақтық, сана деген сөздерді. Жүрекке үн келер деді. Соны 7 күнде әлеуметтік топтағыларға айтып жатыр, абай болыңдар сөзден, қатты не болады, құлшылықты көбейтіп сөзге абай болыңдар деп сондай салды. Сосын 70 бұтаққа жалғану деген тағы үн келді. Содан көрініс болды, бидай жайқалып пісіп тұр, дәні толық, басы иіліп тұр, сондай дәнін көтере алмай, сондай көрініс болды. Сосын тағы бір көріністе мойын менен белдің ортасында қан-қаны көрсетті. Қабырғаның айналып тұрған сондай бір құйын секілді болады ғой, өріс дейді ма, сондай секілді, сол ағарып сөйтіп отқан сондай нәрсе көрінді. Енді қазақ елінде қазірдің қанша дегенмен аруақтар көтеріліп жатыр, құрбандық алынып жатыр, бірақ енді осы мына егіншілердің әдет қылдыру керек. Қалай да мына құрбандық шалдыру ауыл-ауылда егін. Сонда мына Украинада олда да егін болады, бірақ піспей қалады, шик болып қалады да өзінің күні бар, күні жетпей қалады ма.
Россияда да сол көп елдерде қазақ елінде ғана мына толық себебі бізде қазір нұр бар. Бірақ осыны айырып қалмау кеткен артық қуаңшылық болады деп жатыр да. Соны халық ескерту керек. Біздің енді діннің мақсаты ол бейбітшілік, осындай тоқшылыққа қызмет жасау керек. Ол яғни ақыретке барып сен жаңағы керемет болып кетесің деген оның бәрі үшін ол жаңа алдау да. Қабыл болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атынан бастайын. Таң намазындағы зікірдегі көрініс, бірінші көрген көріністе жазық далада көп көліктер батып сазға жатқанын көрсетті әрбір жерде. Екінші көрген көріністе тікұшақ ұшып жүргенін көрсетті. Әлден уақыт істен шықтым. Төмен қарай құлдырай құлап бара жатқанын көрсетті. Сол ұшақтың ішінде еліміздің президенті Тоқаев және екі үлкен шенеунікті әскери адам болды. Тағы бір адам болды, көре алмадым. Негізінен 4 адам ұшақтың ішінде. Содан кейін көрген көріністе жол бұзылған, соны жөндеп жатыр. Көпір істеп жатыр ма, белгісіз. Әлден уақытта сынақ болды. Бір адам жарақат алды, не болмаса мерт болды. Осындай бүгінгі көрген көрініс. Бүгін сәуірдің 10-ы таңғы зікір. Ордаға Гете ақын келді, қаламмен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Мен еш жиып қолыма қалам ұстағаннан бастап өзімше тарихты саралауға тырыстым. Шығармаларымды өмірге әкеле жүріп, өз халқымды сүюге, өз отанымды сүюге тырыстым. Тарих қойнауына үңілсек, талай жақсылыққа да, талай сұмдыққа да куә боламыз. Екінші дүниежүзілік соғыс неміс халқының бетіне басылған қара таңба болып тарихта қалып қойды. Ақ қарасын Алла тағала өзі біледі. Әкесін, ағасын, басқа да туғандарын өз қолымен өлтірген сол неміс халқына соғыстың жарасы әлі де жазылмай жатса да, жақсылық жасап, өлімінен алып қалған бір халық сол қазақ халқы. Қандай аналар олар? Соншалықты махаббатты қайдан алады? Неткен кеңпейіл жүрек, аруақ болып оққаным, оларды солай мейірімді қылып Алла тағала жаратқан екен. Олардың жүректері нұрға толған, тап-таза, тек жақсылық жасауға ұмтылатын да содан екен. Әлем қазір теңселіп тұр. Адамзат дағдарыста, әлемдік дағдарыстан да осы қазақ халқы құтқарады екен. Зікір деген бір қуат күші бар. Олардың қаруы бейбіт түрде жұмсалады. Неміс халқы зікірді тез қабылдайды. Қазақ халқын соңынан ереді, деп кетті Гете ақын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сәуірдің 12-сі таңғы зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Әппақ атқа мінген батыр көрінді. Аспаннан жерге қарай атқа мінген көп батырлар түсіп жатты. Абылай хан ата Арыстан баба қолдау салды. Үлкен кіші көп шеңберлер көрінді. Түбінде бір шелек су болды. Жеті бұлақ көзі ашылар. Бекет ата басында құнды кітап табылар деген көкейге үн келді. Жұмыр жер адамның миы болып көрінді. Бір үлкен көз көрінді. Одан Тоқберген аға отырды. Аспаннан ағаға қарай әппақ нұр түсіп тұрды. Тоқберген аға ұшатын кілемнің үстінде отырып ұшып жүрді. Аспанда көп жұлдыздар болды. Үлкен мешіт көрінді. Одан тау жақтан көп аттар шауып келе жатқаны көрінді. Сүйінбай ата белгісімен алынды. Таңдау болса тағдырдан, ана мен әйел десе анасын сатқан, бала мен бауыр десе бауырын сатқан, пұл десе ұлын сатқан, Асқар тау әкесін қариясын сатқан, досын тілін ділін сатқан, бәрін сатқан, барын арын сатқан, мұнау болды кер заман, келесің сонда да дін аман. Құдіреті күшті бір Алла, рахымың неттен кеңеді, дүниеден өткен бабалар, ойлашы, кімнен кемеді. Заман деп, заманға жауып келесің, ақтаймыз қашан біздер боп, өткеннің қалған наласын, жанымай жігер намысын, тазартпай әркім өз үшін, ісіміз алға басар ма, қыспағы түсіп жан жақтан, үн қатты аруақ ар жақтан. Ата жол келді ұрпаққа,
ел болып мәңгі тұрмаққа. Ассалаумағалейкум әлеуметтік хаб қазайылы. Бүгін ақшам намаздан зікірден ақпарат. Бүгін сәуірдің 12-ші жұлдызы. Ал енді ағамыз өзі бастап жерсін. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі ақшам намазынан көрген зікірдегі көрініс осындай жер екен. Қандар отыратын елгер сондай. Бірақ үш абдыратыр бірінен кейін бәрі әдемелеп оюлап, жаңа кестелеп сыртына шейін қаптаған үшу. Міне ағажда сондай, нұқыл сондай ою, бір әдеме жанып тұрған оюларды көрсетіп жатыр. Содан бұлайырақ барсам теңіз екен. Теңізде бір қайықша, қайық емес, енді сал дейміз ба, не дейміз, қолдан істеген бөренеден. Сондай машық соның үстінде отырмыз, жаңадан шығып бұлай қарай кетіп бара жатырмыз. Содан бұл қайыққа барар екен деп тұрдым. Сол қайтып кеп қаппын жаңа жеріме, үңгірдің басына. Сөйтіп мына үңгірден шыққан екенбіз ғой жаңа деп үңгірді қарап барсам, үңгірдің басы мынандай жалпақтас, жылтыр. Соның ортасында бір тал ақ гүл шығып тұр. Прямо тасты жарып бір тал ақ гүл шығып тұр. Ішіне қарадым, ішінде енді анада сары еді, мынада көк. Ою сырты жібекпенен оюлаған, енді жанып тұр ода біратылы. Сондайларды көрсетіп еді, үңгірдің іші де сондай ойлап тастаған тас үңгір екен, үлкен үңгір болғанда да бір. Соны көрсетіп отыр. Сол бүгінгі көрініс. Бисмиллахиррахманиррахим. Түктібай ата келіп орданы қобызымен аластап кетті. Қобыздың үнімен. Сосын бұлай көрініс болды, ақжын көрінді, неде төселген жерде. Сол ақжын көтеріліп, көкке көтеріліп, анау ақ бұлтқа айналды. Сосын оң жақтан нұр шашылды. Сосын былай келді, ата жолда аянбай қызмет етіңдер, ақпарат таратуға, шығаруға, жалықпаңдар, демалыс жоқ, халықты қара түнектен шығаруға үлес қосып, сауап жинаңдар деп Абылайхан ата кетті. Батырлық салды баршамызға, сал дәстүрді меңгеріп, тілді меңгеріңдер деді. Қаулы осы ақпарат. Бүгін жақсы ақпарат алған екенсіздер, аға да жақсы ақпарат тапты. Бұл енді қазақтың ескі несі бұрынғы жаңағы қадір қасиеті, өнері сол дамып жарқы шығады. Алла бұйыртса, сол хан батыр бабаларымыз дайындап жатқан ғой, сол тылсымнан беретін сыйын арбақтар қолдауын. Ассалаумағалейкум. Бүгін 2022 жыл сәуірдің 12-ші жұлдызы Арыстанбаб ата ордасы ақшам намазы зікір аяндарымыз. Қайырлы кеш. Бүгінгі кішкене көрініс болды. Бүгінгі көріністе ана орыстарының несінде анандай Дева Мария деп бір ананың бейнесі келді. Алдымызға шығып келе жатты. Орыстардың анасы деп келді. Дева Мария келіп, осылай алақан жайып, алақан екі қанат дейді, екі қанатын жайып, артынан 12 қанатты періште болды қасында. Енді осыдан бір-екі күн бұрында осындай көрініс болды, ол жерде де ана туралы болды. Ол жерде жаңағы Алдар көсе киносын көрген шығарсыздар, сол жерде жаңағы ең соңында ботагөз деген бір қыз бала бар, сол қыз баланың қазір үлкейген кез екен деймін. Ақ кимешек киген, басында ақ кимешек киген әдемі болып келіп тұрды. Ол ана да, бірақ та түрі мұңлы болды. Мұңлы болып, осы құрандам етіп келіп тұрғаны сезілді. Одан кейін, бірақ та ортамызда бір перде сияқты ма сондай болып көрінді. Ол кісіге сонда, ол әруаққа сонда құран жетпей тұрғаны болып келді. Сол түсінік болды. Соған енді қарап тұрсаңыз, сонда бірыңғай қазір аналар, бірінші аналар дұрысталса, әйел адам дұрысталса, әлемде дұрысталады деп келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Көріністе ағаш тұрды, өте балып биік ағаш екен, жапырақтары қалың, бірақ ағаштың төменгі жағы оң сол болып екі жаққа бөлініп тұр екен. Мына сол жағы тоннель сияқты кіретін ауызда тар екен да, екінші оң жағы кәдімгі
неше түрлі дыбыстар естіліп жатты, қаланың, ауылдың тірлігі сияқты түрлі дыбыстар шығып жатты да. Осындай көрініс болды. Екінші көріністе мына жердің астында сұр айналып тұрған ұршық секілді, төңкерілген ұршық секілді көрініс болды да, сонда темір жағы, астыңғы жағы темір болып, жердің астында тұр екен да, жердің бетіне ұршықтан жаңағы шыққан иірілген жіптің сәулесі сияқты күлгін түсті неше түрлі сәулелер тарап жатты да, бірақ оның ең басқы жағы көктен түсіп тұрды. Осындай көрініс болды. Содан кейін соңғы ақпаратта осы әлемдің бір елінде таулы жерде, немесе тау елінің ішінде ма, бетін түк басқан дүниеге бала келеді екен. Кәдімгі бетін қап-қарап, адамның шашы сияқты өскендей, сондай көрініс болды. Ол қияметтің белгісі. Яғни сол бала туылған мемлекетте үлкен бір сынақтар болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірден келген ақпарат. Өткелден өту. Әр адамның өткелі болады. Жеңілдің Құдайдан тілеп, өткен сайын тазарынып, сынақпен сыналып шығу керек. Бойға нұр енеді. Құдайға жақындау деген қоршаған ортаға жақындау, тілдесе білу, табиғат арқылы тазарыну деп келді. Соның сыртында мына рухани төңкеріс дейді, ашыққан қыспаққа түскен пендесі ізденіске түседі. Халық санасы ашылып, Құдай құдіретімен ажырата бастайды ақ пен қараны. Өз тегін іздей бастайды ізденіске түсіп. Төл құжатын дұрыстау, тіл нықталу, ауыз сөз дұрыстау деген келді. Таң зікірі, хан батырлардың қолдау тұсы, қазақ елінің дүркіреген жүректері оянар, көбісі ұйықтап жатыр. Әруақтары түрткілеуде, күн туады, қазақ жеріне де шындық орнайды. Бәрі уақытысымен, ақталу кезені күнәдан ажырап, орнын ізгілікке толтыру қажет. Заманы ханның Абылайында, хабары қарусыз майданында, сауыт болған батырларында, көкейден шыққан шырынынан, сырын білген уақимен, жүректегі сыр сандығын, келе-келе жыл уақыты, ұсақталды адам заты, төрттік ретті онмен, тапса жалғасын кітабымен, Құдай берген бағынмен, ата жолдың бастауымен. Ақшам зікірі, Сарыбай атаның қолдауымен зікір ақпараты. Беларусь елі барлық әскермен шекара тұстарында дайындықтың үстінде. Франция елінің президенті таразыға түсті. Қасқырлар ояна жүректегі. Ресей елін әруақтар қолдауда. Күнәсі шектен шыққандарға денесі безге басылып, қан айналымы дұрыс жұмыс жасамай төсек тартып қалар. Сабыр асты саралтын Сарыбай ата. Сәуірдің 12-сі бесін намазынан ақпараттар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ортада жап-жарық нұрлар шашырап тұрды. Зікір үні жан-жаққа тарады. Өзіме ем жүрді. Бір жылан маған келіп, бүкіл денемді емдеп өтті. Бір ата көрінді. Сақалы өте ұзын болды. Қолындағы таяғымен жыланға тақағанда жылан жоқ болып кетті. Таудың ішіне үңгір көрінді. Ішінде от жанып тұрды. Таудың төбесінде домалақ шеңбер бір тамбалар көрінді. Сол тауда 12 атаның тамбасы бар деген көкейге үн келді. Одан бір сары нұр көрінді. Ол нұрдың ішінен 3, 9, 5 деген сандар шығып жатты. Көріністе су диірмені көрінді, айналып тұрды. Одан бір кітап ашылып жатты. Бір ата көрінді. Грех ғұламасы Хусейн деді. Ол кісі кітапты ашып қарап жатты. Ақтық пен тазалықты нықтау керек деген көкейге үн келді. Одан адамның бас сүйегі көрінді. Басты қалындату керек деді. Қан қысымына қия езбесін берсе пайдасы болады деді. Бүгін сәуірдің 12-сі таңғы зікір. Ордаға Қожа Ахмет Яссауи баба келді. Сәлдесімен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Бүкіл дүнияны нұрға толтырып, адамзатқа бақыт нұрын шашқан, пайғамбардың дүния есігін ашқан күні қайырлы да берекетті болсын. Биылғы Рамазан көкөк сәуір айына дәл келді. Әрі ораза айы, әрі Расулдың дүниеге келу айы. Бұл айда сендер сезіне бермейтін жақсылықтар жасырулы.
Оразаны нәпілмен қарсы алып күнделікті үзбей оқысаң, Расулге дұғаңды жіберіп жанұясына қоса сыйлығыңды әзірлесең, сенен асқан бақытты жан болмас. Өйткені сен Мұхаммедке үміт артып, Алладан сұрап, бүкіл әлем халқы үшін дұғадасың. Әр түніңе, әр ғибадатыңа еселеп алар сыйың бар. Маңдай көзі ашылмағанның маңдай көзі ашылар. Аруақ көтерілер, жүректер шындықтан таза хабар алар. Сұңқар мен аққулардың дәрежесі көтеріліп жаңа қасиетке ие болар. Жүрегіне қанағат кірер, сөзі нық, ой орамды, ілімді болар. Көп көздерге қырағылық түсті. Араларындағы өкпереніш жоқ болар. Сәуір бойы қағидан сақтасаң, таптаза, жарқыраған айнадай боларсың деп кетті Қожа Ахмет Яссауи баба. Jesus.